Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арналған. Құрметті Рахат нөмір 1 орта мектебінің әйел азаматтары, сіздерді көктемнің алғаш келген мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, көктемдей құлпырып жүре берулеріңізге тілектеспіз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті Бибігүл Жұмахановна және Рахат бір мектебінің әйелдер қауымы, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Жанарларыңыздан әрдайым нұр шашып, жүздеріңіз күндей күлімдеп жүрсін. Және де сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр берсін. Отбасыларыңызда әрқашан бейбітшілік, қуаныш пен жайлылық болсын. Мейрамдарыңызбен құрметті әйелдер. Құрметті әріптестер, 8 наурыз ақ жаулықты апаларымыз бен аналарымыздың, әпке-сіңлілеріміздің мерекесі. Сол мерекеге орай сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, әрқашан толысқан айдай ажарланып, күлімдеген күндей нұрланып, шаттық пен қуанышты бөленіп, береке бірліктің бастаушысы, игі істердің қостаушысы болып жүре берулеріңізге тілектеспін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Аяулы аналар, ару қыздар, сіздерді халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы бір тамаша көктем мерекесі әйелге тән әдемілік пен нәзіктіктің мәңгі белгісі сияқты. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға таусылмайтын күш-жігер, әрқашан бақыт, сәттілік тілеймін. Құрметті аналар, құрметті ұстаздар, құрметті қыздар, алда келе жатқан 8 наурыз мерекелеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, қажымас тағат, талмас қанат тілеймін. Құрметті Рахат нөмір